Жұлдыз, үйіңіз не болды, қашан бітеді ремонты деп сұрап жатқан жандарға последний этап. Дәл қазір бізде пәтерде Ота деген сұлу қыз жұмыс істеп жатыр. Қолы енді алтын, қазіргі таңда арт-декор, баролев деген өте популярны. Біз енді бұны біткен кезде көрсетем, қалай шыққанын. Очень красиво. Бота түнде келіп жұмыс жасағанды жақсы көреді, Бота? Шумды ұнатпаймын. Бірақ бүгін, извините, придется так поработать. Бір 2 сағаттың ішінде мастерский суретті деген салып тастады. Боташка, молодецка. Осында мен жұмыстармен жүрсем, уже жасап тастады. Бізде полный ход уже дайындық, последний этап. Енді бұйырса бесіктің бәрі дайын, мебельдің бәрі келді. Ботаның жұмысы. Әдемі. Электрик өзінің жұмысын жасап жатыр, Рауан. Қазір света ленталарға, в общем, ленталарды қойып жатыр, орнатып. Сәхеттерді қойып болды. Мастер спальныйдағы санузел. Ертең сантехник бұйырса келіп, смесительдерді қояды. Мұн жерге ванночкамды қойып береді. И душ система. Кстати, мынау микроцемент. Білмеймін енді қалай болатын. Көреміз, как себя поведет на мокрой зоне. Бұл менің төсегім. Құдай қаласа клинингтан кейін құрастырады. Ал электрик мына жердегі браны, розеткаларды, включательдерді орнатады. Кондер келді. Енді бізде перде қалды. Перде туралы тағы да ақпарат саламын. Өте керемет жер таптым. Дүйсенбі енді барлығы өз тірліктерімен шапқылап жүгіріп жүреді. Сол кісілердің қатарында мен де бармын. Балаларды таңертең сабаққа барып тастап, үйдің шаруасымен жүрмін, әсіресе ремонттың. Осы ремонт не болып жатыр, Жұлдыз деп сұрап жатқан жандар, сіздерге қазір барлығын айтамын, көрсетемін, түсіремін. Әрине соңғы этапқа жеттім, Аллаға шүкір. Бәрі жақсы, тек кішкене бір нюанстар бар. Ол қандай нюанстар екенін алда әлі айта жатармын, көрсете жатармын. Жалпы бүгін мен көріп отырған оқырманыма сәтті күн тілеймін, және осы аптада жоспарлаған барлық жұмыстарыңыз іске ассын дегім келеді. Достар, қазіргі айтатын ақпарат өз парақшасын дамытып жүрген блогерлерге және шағын орта кәсіп иелеріне, жалпы өзінің жеке брендін дамытып жүрген жандарға арналады. Сіздер үшін керемет мүмкіндік туып тұр. Бұл мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар. Алдағы уақытта сіздің кәсібіңізді даму жолындағы бастамаңызды қолдау мақсатында жақсы мүмкіндік ұсынамын. Гарант 15К. Өте белсенді әрі лояльный аудитория. Егер де менің ұсынысымды қажет деп тапсаңыз, спонсор болып қатысамын десеңіз, онда төмендегі көрсетілген ұйымдастырушылардың нөміріне хабарласып, өздеріңіздің орындарыңызды алып қойсаңыздар болады. Неге десеңіздер, орындар саны шектеулі.
осы Умико Air ауа тазартқышын алғаныма 2 аптадай болды. Шыны керек, ауа қазір үйде мүлдем басқаша. Мәселен, терезені ашсам, шаң, лас, далада шу болып жатады, иә? Маған ұнағаны мобильді қосымша арқылы да басқаруға болады. Телефонның бір ғана кнопкасын бассаңыз, дыбыссыз өзі қосылады. Және жеңіл, кез келген бөлмеге баршаңызға кеш жарық. Достар, қалайсыздар? Мен аман есен Астанама жеттім. Енді деп өйткені жүгірумен өтті. Аэропортта енді білесіздер ғой, Токионы да алатын болсақ, Шанхайдың да әуежайын алатын болсақ, бір терминалдан екінші терминалға жүгіру, транзиттік сапар ол оңай емес. Одан елге орала сала Алматыдан Астанаға ұштым, жеттім әйтеуір. Сонымен не керек, үйдемін, бәрі жақсы, шүкір. Балаларды сұрап жатырсыздар. Рәбия Сұлтанды уайымдап жатқан жандар бар екен. Рәбия Сұлтанға менің үлкен әпкем Алматыдан келіп қарап қалды. Жақсы, шүкір. Одан кейін осында 3 балам бар, үлкен 3 балам, олар мектепте. Жақсы жағдайлар, олар үлкен болғандықтан өз-өздеріне қарай алады. Сондықтан ең бастысы, олар үйде жалғыз болған жоқ. Ал үлкен қыз Сезім аман есен оқуына жетіп, қазір уақыты өте аз, өте сирек хабарласады, өйткені басын көтер алмай оқып жүр, өйткені жақында емтихандары бар. Білесіздер ме, Жапонияда мен бір нәрсені түсіндім. Жалпы Жапония емес, әр кез шетелге шыққан сайын мен мына нәрсені қолыма аламын. Бітті, осыдан елге барайын, болды. Мен осыны қолға аламын деп келем. Не екен, қазір айтам сіздерге. Әрине, достар, ағылшын тілін жоғары деңгейге өсіру. Бұл өте маңызды. Сол үшін де осы тұста мен бірден келе сала онлайн сабақты жаңарту, қосу, ертеңге қалдырмау. Неге десеңіздер, кез келген мемлекетке, елге барсаңыз, бірінші ол тіл ағылшын тілі. Сол тілді білсеңіз, қай елде болсаңыз да, сол елдің тілін, дінін, тарихын осы ағылшын тілінде ақпарат ала аласыз. Жалпы байланыс орната аласыз. Сондықтан да бұл өте маңызды, және бұрын енді барып оқу маңызды болса, қазір ол маңызды емес. Қазір онлайнда сабақ алып оқуға болады. Ол үшін істеу керек, әрине жақсы орталық табу керек. Осы ағылшын деңгейін көтеру. Мен қазір, өздеріңіз білесіздер, алдында ғана бұл ақпаратпен бөліскен, Нарыл оқып жүр онлайн сабақ. 2 аптаның ішінде ол айтады: мама, мен ағылшын тілім қазір жақсарды, күнде бір жоқ дегенде 5 сөз жаттаймын, және сөйлеу деңгейім де жақсарды дейді. Бұл керемет. Достар, ағылшын тілін білсеңіздер, әлемнің барлық еліне есігіңіз ашылады. Ал Нарыл оқып жатқан орталық туралы сіздерге айта кетейін, өйткені дайректке қайта-қайта сұрап жатыр екенсіздер. Бұл Талпын орталығы. Мен де өздеріңізден кеңес алып, сұрап, отзывтар бойынша баламды жазған едім. Қазір оқып жатыр, 2 апта болды, оны айттып кеттім. Сол 2 аптаның ішіндегі көтерілген деңгейі менің көңілімнен шығады. Жалпы бұл орталықта маған ұнағаны айта кетейін. Бірінші күн, екінші күнге мүлде ұқсамайды. Және студенттердің жасын айтсам, қазір шок боласыздар. 5 жастан бастап 60 жасқа дейін студенттер онлайн сабақ оқып жатыр. Ағылшын тілін үйрену ешқашан кеш емес. Негізі Талпында оқып жатқан, білім алып жатқан Нарыл.
Нарудың өзінен сұрақ, қазір ғана сабағы бітті. Сау болыңыз, мұғалім, жақсы көріскенше. Онлайн сабақ енді өте тамаша. Өзі айтса, иә, сіздер мен народы мен қалдырып кетейін. Жалпы өзіңнің пікіріңді осы сабақ туралы, талпын туралы менің оқырмандарыма айтып кетсең ақпаратты жалпы. Өйткені менің оқырмандарымның арасында сен секілді қыздар, ұлдар қарайды, сұрақ қояды. Енді ақпаратты баланың өзі айтсын. Менің айтарым, осы 2 аптада менің барлық качеством өзгерді, жақсы деңгейге өтті. Ал қалғанын мен өзім айтамын. Мынау сіз кете беріңізші, өзім айта берейінші. Бала өсті деген осы. Менің талғаммен, менің қалауыммен жүрмейтін осы, ол кез келген нәрседе өзі шешім қабылдап үйренген, жауапкершілікті алды. Дәл қазір дөңгелектердің науқаны, сондықтан іздеп жүрсеңіздер, қайдан ауыстырам, қай жерде десеңіздер, парақшасын қалдырдым, сол жерде мекен-жай жазылған. Дөңгелегімді ауыстырып бара жатырмын. Енді смело көшеде жүре аламын.